Сәлем достар, бүгін мен сіздерге қазіргі таңда өте көп сұранысқа ие тойбастардың бірі этно қалташалардың жасалу жолымен таныстыратын боламын. Бірге болыңыздар. Алдымен бізге королевский барқыт матасы, сызғыш, қайшы, қалам, ине, жіп және де осындай алтын түстес қалың бау этно әшекейлерді қолданатын боламын. Ең алдымен ұзындығын 24 см, енін 18 см етіп қиып аламыз. Содан соң енінен ұзындығына қарай 1 см қайырып үтіктеп аламыз. Үтіктеп қайырып алған жерімізді жақсылап тігін мәшінкісімен тігіп аламыз. Мінекей тігіп болдық. Енді ұзындығынан ортасынан дәл қайырып, тағы бір тігеміз. Енді қалтамыздың астыңғы жағынан тағы бір тігіс жүргіземіз. Қалтамыздың бұрышы әдемі болу үшін бір саусақ қалдырып, тағы бір тігетін боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, артық жерін қиып алып тастаймыз да, қалған жіптерімізді байлаймыз. Мінекей бір бұрышы дайын болды, ендігі кезекте екінші бұрышын дәл осылай тігетін боламын. Екі бұрышы да дайын болды, дайын болған бұрыштар 4 бұрышты болып әдемі болып тұрады. Бауды 33 см етіп қиып аламын да, қалташаның артқы жағына қолмен тігетін боламын. Тағы бір айта кететін жайт, бауымыздың екі ұшын жеке-жеке байлап қоямыз, сол кезде шашақтанбай әдемі болып тұратын болады. Ендігі кезекте қалташамыздың алдыңғы бетіне этно әшекейімізді әдемілеп қолмен тігіп қоямыз. Бұл қалташалардың жасалуына кеткен материалдардың барлығын толықтай описаниеде қалдыратын боламын. Мінекей ұзындығы 16 см, ені 11 см керемет қалташа шықты. Мысалы ретіне ішіне той шашуымды салып көріп жатырмын. Қалташамыздың іші көріп тұрғандарыңыздай өте кең болып шықты. Байлаған кезде де өте әдемі көрінеді. Және де сонымен қатар тәттілерден бөлек ойыншық көліктер немесе кішкене қуыршақтарды да салып қоюға болады. Менімен бірге осындай қалташаларды жасап, кез келген мерекеңіздің сәнін келтіріңіздер. Сіздермен бірге болған Ақтолқын, ұнаса каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдырыңыздар.